барлығы тренд қылып түсіріп жатқан норм или стрём біздің вариант. Бірінші кездесуге гүлсіз келуі. Мен үшін норм. Стрём. Неге стрём? Бір түр емес па құрсын? Ол сен қандай бір ұнататыныңды білмейді Ну что, любой гүл әкеледі, бірінші свиданияға ештеңе етпейді. Потом біліп аласың да келесі свиданияға ұнататын гүлді әкеледі. Күйеуіңмен торговый центрда жүргенде басқа қыздарға қарауы. Норм. Кет жарым жылды ма? Норм мен үшін. Не, стрём. Күйеуіңмен кафеге барасың бірге. Ол счет төлейді да, бір ақша жетпей қалады. Соны сен төлеуің керек. Онда не үшін кафеге шақырады, стрём? Мен төлемейтін едім лично. Жоқ, ол шақырмайды, екеуің бірге барасыңдар да. И оның ақшасы жетпей қалады. Для меня нормально, норм. Стрём. Қанша жыл тұрсаң да, жеке сені свиданияға шақырмауы. Стрём. Мен үшін норм Кетші сияқты. саған нормально деп. Күйеуіңнің үй шаруасына, бала қарасуға көмектеспеу. Вообще көмектеспейді үшін. Мен үшін ол стрём. Норм. Потому что мен бәрін өзім істей керек қаласың. Күйеуіңсіз любой жерге бар, мысалы төркінге, мысалы любой жаққа, тойға болсын, туған күнге барсын, күйеуіңсіз бара беру. Стрём. Мен үшін де стрём, бірақ бірге барған жақсы ғой, бір любой жерге.